Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен зебра пирогын осылай төрт бұрышты етіп дайындамақшымын. Өте воздушный, керемет болып шығады. Нәзік дәмімен, сондықтан да видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін. Үйдегі бар заттармен жасалынатын пирогтардың бірі, сондықтан да жарты сағаттың ішінде пирог дайындауға болады. Ал кеттік. Ол үшін бізге ең алдымен жұмыртқа қажет. Жұмыртқаның бетіне қантты салып, екеуін жақсылап миксерлейтін боламыз. Аппақ көбік болғанға дейін миксердің ең бірінші жай жылдамдығынан бастаңыздар, одан кейін жайлап қосатын боламыз. Міне дәл осындай аппақ болуы тиіс, сонда пирогтарыңыз өте әдемі болып көтеріледі. Мен осы кезде миксерді өшірмей, жай жылдамдығына қойып, бірденнен еріп тұрған сары майды құйып жатырмын. Бөлме температурасындағы еріп тұрған сары май болса да болады. Менде тоңазытқыштан шыққандықтан ерітіп алдым. 10-20 секундтай араласқанша, бірігіп кеткенше араластырсаңыздар жеткілікті. Енді бірденнен дүкеннен алынған 20% қаймақты саламын. Енді барлық масса жақсылап бірігіп кеткенге дейін тағы да миксерлейміз. 20 секундтай, 20-25 секундтай. Енді құрғақ ингредиенттерді саламыз. Бұл жерде менде алдын ала електен өткізілген ұн. Міндетті түрде ұнды електен өткізіңіздер, себебі қатты көтерілмей қалуы мүмкін, ойларыңыздан шықпай қалуы мүмкін. Және де бір шай қасық менде ұн қопсытқыш. Ұн қопсытқышты ас содасымен алмастырсаңыздар да болады. Яблочный уксуспен гастетіп. Ұнның барлығын салған жоқпын, екіге бөліп салып жатырмын. Кішкене осылай араластырып алғаннан кейін екінші бөлігін сала беріңіздер. Описанияда қалдырған ингредиенттердің мөлшері асып кетпесін, егерде ұн көп болса, қатты көтерілмей қалады пирог. Шет-шетін жинап, тағы да бір рет араластырып жіберетін боламыз. Дайын болған массаны теңде екі бөлікке бөлеміз. Менде 500 граммнан болды әрқайсысы. Енді бір бөлігіне 20 немесе 30 грамм какао ұнтағын қосатын боламыз. Жақсылап қасықтың көмегімен немесе қайтадан миксердің көмегімен араластырып алыңыздар. Толықтай араласын, себебі ортасында қалып кетуі мүмкін ұнтақ болып. Осы кезде пештеріңізді 180 градуста қыздырып қоя берсеңіздер болады, себебі пирогымызды формаға орналастырғаннан кейін бірденнен салу қажет. Дайын болған массаны бірденнен кондитерлік мешокқа құйып жатырмын. Сонда ыңғайлы болады құйған, себебі бізде форма төрт бұрышты болғандықтан осылай жасауға тура келеді. Енді осы массаны формаға орналастырамыз. Мен алдын ала сары май жағып қойдым, жабысып қалмас үшін. Дәл осылай ұзынынан құйып шығамыз. Дәл солай шоколадты массамызды да құятын боламыз. Бір келкі етіп арасына. Қарасы кішкене қоюлау келеді, себебі кішкене какао қосқандықтан. Дәл видеодағыдай шпажканың көмегімен осылай түбіне қарай батырып тұрып, шпажканы осылай формасын келтіріп шығамыз, бетіндегі узорын. Яғни, міне астынан төмен қарай, төменнен жоғары қарай өте әдемі форма болып шығады бетінде узоры. «180 градуста 20-25 минуттың ішінде пісіріп алыңыздар. Әркімнің пешінің қызуына қарай шпажкамен тексеріп отырсаңыздар болады, піскен, піспеген. Менде 25 минуттың ішінде осылай өте әдемі болып, аппетитный болып пісіп шықты. Бірденен ыстық күйінде кесіп көрсетейін деп жатырмын сіздерге. Егерде ыстық күйінде кессеңіздер де түсіп қалмайды беті.
өте әдемі кесіліп жатыр. Міне ішкі бөлігі осындай өте әдемі болып тұр. Аппетитный болып, жегенде де воздушный, өте керемет болған. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бастысы жылдам дайын болады, және де шайға, тәттінің орнына берсеңіздер болады. Дүкеннен алынған тәттілердің орнына. Міндетті түрде жасап жатсаңыздар, менімен бөлісуді ұмытпаңыздар, және де каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналымды қолдап кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.